Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дейді, бірақ дейді, 4 адам бар дейді, 4 адам бар. 4-еуі малғұн, 4-еуі махрум дейді. Бұл 4-еуі лағнетке қалған, бұл 4-еуі құр болған бетбақтар дейді. Осылардан басқасының барлығының дұғасы қабыл болады, осылардан басқасының барлығының мінәжатына Алланың тарапынан жауап болады дейді. Ақын ливалидейхи, бірінші адам арақ жақсы көрген, екіншісі ата-анасын аяқ асты еткен, құқықтарын аяқ асты еткен, ата-анасына немқұрайлы қараған перзент деді. Үшінші адам деді, қатиғур рахим, туған туысқандарменен қарым қатынасын үзген адам, ол Рамазан болса да, қадір түніне кездессе де кешірмейді деді. Төртіншісі әл-мүшахин деген сөз айтады Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабалар соны таңғалып қалды, я Расулалла, мүшахин деген сөзді бұрын біз кездестірмеген едік. Бұл не деген сөз? Бұл кім болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, 3 күннен артық араздық сақтаған адам дейді. Содан мынау Рамазанның уақытында жүрегімізде біреуге наразылық, араздық болған болса, жүректі тазартып алайық. Ондай қадірдің түнінде бізді махрум қалдыратын, Рамазанның айында бізді махрум қалдыратын сипаттардан, істерден біз аман болайық. Алла субхана тағала баршамызға иншалла бұл 4-еудің қатарында болмай, салихиндардың қатарында болып қарсы алып шығарып салатын Алланың мағфиратына